Академия арнасы. Құрметті әріптестер, бүгін бізде қонақта Төлеубек мырза Зайсанбаев. Төкең осы саланың әсіресе мынау тілдің дыбыстық заңдары терең білетін сол саланың үлкен маманы. Бізде кезінде Сапархан Мырзабеков деген жақсы тілтанушы профессор сабақ берген, сол кісіден дәріс алған. Одан кейін тілдің морфологиясы мен фонетикасының ортасынан морфонология деген ғылым шығарған Айғабылов ағай бізге сабақ берген. Сол Айғабылов ағайдан қорғаған осы саланың білікті маманы. Қазір бізде мынау әліпби ауыстыру мәселесі, емле мәселесі, осының барлығы тілдің дыбыстық заңдарына байланысты болып тұр ғой. Бүгінгі әңгімеміз сол бағытта өрбиді. Өзіңді осы саланың білікті маманы ретінде шақырып отырмыз. Қош келдің. Рахмет. Тек фонетика емес, лексикология, сөздің мағынасы, сөйлеу мәдениеті, балаларды, оқушыларды, талапкерлерді тілге үйрету жағынан да маманданып жүрген үлкен тілтанушысың. Бірінші, осы и мен у-дің мәселесі. Осыны қазақ тілінің парадигмасында олар кәдімгі дауыссыз дыбыстар ғой енді. Үнді дауыссыз дыбыстар. Соны неге осы тілтанушылар мойындап, бұл дауыссыз дыбыс, сондықтан сол дауыссыздың позициясында емледен жазылады деп неге бірден кесіп айтпайды? Осының әуресі неде өзі? Бұның тарихы арыдан басталады. Тіпті анау өткен ғасырдың 30-шы жылдарында мынау қазақтың әдебиетіне қазақ тілін оқыту мәселесінде көп еңбек сіңірген Жүсіпбек Аймауытовтың өзі айтқанда, қазақ тілі орыс тіліне барынша жақын болу керек. Біз орыс тілінсіз күн көре алмаймыз. Сондықтан жазуымыз барынша жақын болу керек деп, сол иді орыс тілі ұқсатып жазуды бастаған сол кім? Жүсіпбек Аймауытов. Содан басталған дерт. Содан бері 100 жыл бойы емделмей келеді. Ол кісі жазушы ғой енді. Иә. Жазушы. Бізде қазіргі заманның жазушысы бар, Бексұлтан Нұржекейұлы. Ол кісі керісінше айтады. Иә. Мынау тілтанушылардың өзі, қазіргі тілтанушылардың өзі, мынау и мен у-ды қазіргі күйінде бірде дауысты, бірде дауыссыз қылып жазуды жақтайтындар, жазушы деп Жүсіпбек Аймауытовты Алаштың уәкілі деп, ол сүйдеген деп айтады. Ал енді бүгін Бексұлтан аға бүйтіп жатыр ғой, ол өзінше жазып жүр ғой, қазір таратып емес енді, өзінің орында жазып жүр ғой десек, ол жазушы ғой дейді. Сонда бір жазушы дыбыс жүйесін жақсы біледі, екінші жазушы білмейді дегенін келтіре ме? Бұл жерде мәселе оның дыбыс жүйесін білуде емес, тілдің табиғатында ғой. Егер у деген, и деген үнді болса, қалай мысалы үшін екі дауыссыз дыбыстан тұратын сөз болады? Ал жаңа үнемді жазу дегені шығады, үнемді жазудан шығып тұрған жоқ бұл мәселе. Орыс тіліне жақындатып жазу ең басты мәселе. Орыс тілінің немесе шығып кетпеу, ықпалынан шығып кетпеу. Жаңағыдай орыс сөздер неге бүйтіп таратып жаңағы буын жігін сақтап жазатын болсақ, онда ол орыстарға жақпай қалады. Бұл әлде бізді кеңестік Кеңесбаевтың заманынан басталған, соның шәкірттері, соның тәрбие алған, сол жазуға үйреніп қалған адамдарды қазір қазақ тілінің Ахмет Байтұрсын туралы көп айтамыз, ойбай ақынды мақтаймыз, бірақ соның айтып жүрген идеясын дұрыс түсінбейміз бе, әлде жаңағы өздерінің бір қыңырлыққа басып ала ма, түсінбейміз бе? Әйтпесе ми су деп жазу 100 жылда ұласатын нәрсе емес қой. Ахмет Байтұрсын сөзім айтқан кезде стройный язык дейді ғой. Қазақ тілінде қанша дауысты дыбыс бар дегенде, негізі 9 ғой. 9 ғой. Ақаң анықтап кеткен 9, әрқайсысы жұп-жұбымен тұрады. Енің ғана жұбы жоқ, ол а, е, ә деп соның қатарында тұрады. Жіңішкесі екеу сияқты болып тұрады. Ал соны кеңес кезінде үлкен Кеңесбаевтардан бастап, Жұбановтардан бастап бері қарай бірнеше ғалым қазір экранға шығарып көрсетеді оны.
бірнеше ғалым қазақ тілінде 9 демейді. Біреуі 11 дейді, біреуі 12, біреуі 13 дейді. Яны, юды, идің ұзынын 15-ке дейін қосып жібергендер де бар. 15-ке дейін қосып қойғандар бар. Бұларды қазақ тілінің заңын танымады деп айта алмайсың. Бұл саясат болар. Әрине бұл жерде ең бірінші мәселе саясат тұрды ғой. Екіншіден жаңағы орыс тілін жақындату керек деген идея. Сол мысалы үшін мынау аның сыңары әдейі емес, шындап келгенде аның сыңары е ғой. Көне түркі ескерткіштерінде ә кездеспейді, е кездеседі. Қалай пайда болды десе, біздің фонетистердің көпшілігі ол араб тілінен кірген дейді. Негізіне бір тілден екіншілігі дыбыс кірмейді. Сөз кіреді, сөз кіргенде сол тілдің заңдылығына бағынып кетеді. Ал енді қазақ тілінің өзінде табиғатында бар ма десек, ол бар табиғатта. Бірақ ол жиі қолданылмаған. Ол анау ызың дыбыстардың арасында айтылған, мысалы үшін шай дейміз, аспан шайдай ашық дейміз. Осында шай деген сөз, сай, шай дейміз, өзен, су деген мағына ғой. Сонда аспан су сияқты таза, мөлдір деген сөз ғой. Осындай жерлерде анау ызың дыбыстардың арасында әбап айтылғанда, бірақ актив белсенді қолданылмаған. Оның белсенді қолдану араб тіліне кірген сөздердің. Сөйтіп ол дараланып шықты да, Жүнісбеков ол анау а, ә және е үшеуін бір дыбысқа жатқызады да, бір аллафондары дейді, а дыбысының аллафондары дейді. Бірінен бір туындаған. Бірінен бір туындаған. Сонда негізі төртеу сыңар болса, ә сыңарсыз қалады негізі. Е емес бізде, а мен әні қатар қоямыз, а мен е сыңар. Сонда сыңарсыз қалатын ә. Бұл жаңағы арабша сөздердің көп кірілуінің нәтижесінде бұл белсенді қолданатын болып кеткен. Қазақ тілі белсенді қолданылмаған ғой. Көне түркі тілінде. Енді орыс тіліне жақындату дегенді қалай түсіндіресің? Орыс тіліне жақындату үшін алынған деген. Орыс тіліне жақындату үшін ба, или орыс тілін тез игеру үшін дейді ғана. Кім Аймауытов айтады ғой, біз орыс тілінсіз күніміз жоқ, қазақ тілін үйренген бала орыс тіліне тез үйреніп кету керек дейді. Онан кейін мынау әлгі В, Ф, Ц, кирилл әліпбиіне көшкенде, енді ол саясатпен күштеп ендірілді. Ешқайсысы да қолдаған жоқ, бірақ енді соны енді саясат бойынша мақтап жазу керек болды. Ойбай тіліміз. Мен бір қызығы осыны қазақ терминологиясын қалыптастыру үлкен үлес қосқан Айтбаев, академик Өмірзақ Айтбаев бірінші алғашында Құдайберген Жұбановтың жазуға саясат мәжбүрледі деп келеді. Сонан айтады, ой, одан кейін әркім әртүрлі дыбыстады, нәтижесінде орыс тілін алатын болды, орыс тіліндегі де үлгісін алатын болды, сөйтіп жазбек қазір деген сіңіп кеткені сондай, оларды қазір біздің ғылымымыздың дамуына зор үлес қосып отыр дейді жаңағы. Кім, Өмірзақ Айтбаев? Өмірзақ Айтбаев өз пікірін өзі қайсы келеді. Кеңес кезінде айтқан шығар ол. Кеңес кезінде анау қазақ сөзі деген кітабында шықты ғой. Яғни біздің көп ғалымдар кеңес кезінде сол саясатқа еріп ғылымды екінші орынға қойып, сол бізде и мен у бірде дауысты, бірде дауыссыз деп сөйтіп ереже шығарды ғой. Сөйтіп ереже шығарды. Оны Әлімхан Жүнісбеков ағамыз айтады, қыз теке дауыссыз дейді. Қыз теке дыбыс дейді. Енді қыз теке дыбыс болмайды ғой. Не дауысты болады, не дауыссыз болады. Орыс тіліне кетмесе, онда екі и бар. Анау біз білмейміз, долгий и краткий дейді ғой. Долгий и дауысты да, краткий дауыссыз. Ал қазақ үшін оның бәрі бір дейді. Біз онысын қайсысы ұзын и жазылады, қайсысы қысқа и жазылатынын әлі күнге білмейміз ғой. Ол былай емес пе, төке? Мысалы, қазақ тілінде 28 дыбыс болса, бізде 42 таңба болса, қалған 14 таңбаның бәрі орыстың таңбасы болса, сол и да у да сол орыстың таңбасы болып кірген жоқ. Сондай болып тұр ғой. Бірге кіріп тұр ғой 14. Сондықтан ол егер 14 таңбаны алып тастайтын болсақ, біз ұлттық жазуымызға қайтып келетін болсақ, 14 таңбаны алып тастауымыз керек. Соның ішінде и мен у да дауыссыз болып, үнді дауыссыз деп қалады. Кету керек те. Дауысты түрін өзіміз қысқасы тұрады. Өзіміздің и мен у қалу керек те дауыссыз. Ана дауысты и мен у орыстың әрпі ретінде, таңбасы ретінде кету керек. Оны неге жасамай жүріп отырмыз? Мысалы 30-35 жыл болды. Біз кеше жаңағы Бексұлтан аға Нұржекейұлымен лингвист ретінде жақсы көремін. Мен жазушылығы бар, оны сыншылар айта жатыр. Сол кісі айтады, мынау әріпті тазалау, қазақ тілінің төл дыбыстарымен жазу, ол тәуелсіздік ала салған күннің ертеңінде жүру керек дейді. Бұл орыстың озбырлық саясатымен кірген жаңа әріптері. Сол орыстың терминдерін сол күйі жазу үшін. Академия арнасы. Бұл әрине өзіміздің көз үйреніп қалған орфографиямыздан сол ережелерді қайтқысы келмейді.
Ондай тіл мамандары біздің кафедрада жұмыс істеді. Оқу құралын шығарып, соны витамин деген сөзді мен айттым. Дәрумен деп аудардық қой, енді дәрумен деп жазыңыз десе, ой, дәрумен дегенің түсінбейді витаминге, көзімізді құлағымызды үйрен қалған дейді. Сонда бұл жерде в дыбысының қазақ тілінде жоқ екенін, и-дің дауысты екенін, а-ның жуан екенін, осылардың қазақ тілінің заңдылығын, дыбысталу заңдылығын бұзып тұрған тіл мамандарының өзі түсіне бермейді. Көп жағдайда осы тіл дыбысталу заңдылығын бұзып тұр деген түсінгісі келмейді. және екінші бір нәрсе бар, бұл анау сингармонизмге бағынсақ кері кету болады деп есептейді, түсінеді. Біз мысалы үшін жаңа орыс тілдерін қазақша дыбыстасақ, ол қайдан басталды десек, ол кезінде ана тамашада Құдайберген ағаларымыз қазақтың шал кемпірлері мазақ қылды ғой, орыс сөзін бұзып сөйлегендерді. Содан біздің психологымызға қалыптасқан орыс сөзін бұзып сөйлесең, сен бір сауатсыз екінші деңгейдегі бір сондай адам болып көрінесің. Мына тіл мамандары да сондай өздерінің хор сөзін еді. Бұны ана орысша айтады ғой, комплекс неполноценности дейді, өзін сезінуіне ана орыс тілінен төмендеп тұрған сияқты сезінеді. Қазақ тілін сөйтіп қойсақ, оны басқа емес, Герольд Бельгер ағамыз да жазған. Сингармонизм еркектіктің қалдығы, қайтадан сингармонизмге байлап матау деген қазіргі заманда болмайды деген сияқты сөзді айтқанда. Енді тілге жанашыры, тіл жанашыры сондай кісілер сөйтіп айтып отырған соң басқалардан не сұраймыз? Енді бұл тілдің табиғатын түсінбеу деген сөз ғой. Тілдің табиғатын түсінбеу және қағынан жеру. Қазақ тілінің өзінің сингармонизм деген ол қазақ тілінің негізгі заңы болып саналады. Солай емес пе? Мысалы, мына кітапта Әлімхан Жүнісбекұлы сингармонизмді сингема дейді. Бізде екпін жоқ, сингема бар дейді. Яғни бұл қазақ тілінің негізгі заңы. Жаңа өзің айтқандай, бізде морфемалар, қосымша морфема болсын, сөз болсын, жалпы дыбыстық емес, мағыналық бірлік, ол міндетті түрде дауысты мен дауыссыздың қосындысынан тұрады. Мысалы, ұп деген, п дегенше, көсемшенің жұрнағын алайық. Барып, келіп, оқып десең, оқыдан кейін п болады. Оқып дегенде, сонда п, үп деп оқытамыз, иә? Негізі ол жұрнақтың, көсемшенің жұрнағының негізгі ол үп қой. Үп дауысты дыбыс міндетті түрде болу керек. Дауысы мен дауыссыз. Дауыссыз. Ал енді п түрі ол элизиядан пайда болған. Солай емес пе? Анау екі дауыс қатар келгенде біреу түсіп қалады. Ал оқу дегенде де сондай емес пе? Мысалы, у-да. У-да сол, иә. У-да жаңағы п сияқты, үп сияқты. У үден тұру керек. Мынау ыр, у, ыл және ыңды осы дыбыстарды айтқан кезде, мысалы үшін кез келген дыбысты айту үшін қазақ дауыс дыбыс қоспаса айта алмайды. Қыдан кейін ыңды қоспасаң қ деп айтып, қ демесең айта алмайды. Ал енді ырды айту үшін алдына қосып айтасың. Себебі жасалу орындарына байланысты ол діріл ғой. Дірілдеу үшін ар жақтан ауа келу керек. Ауа келеді де оны дірілдетеді. Сонда ыр. Ол деген мынау тілдің бүйір дейміз, ол да жаңа арасына ауасы сызылып өту керек. Ол жаңа дауысты дыбыс буын келмесе, дауысты дыбыс келмесе, ол да айта алмайды. Жаңағы у да сондай. Оқы у, да? Бірақ енді екі дауыс дыбыс келген кезде анау түсіп қалады, негізі айтылу оқу ғой енді. Бірақ енді анау екінші буында у жазылмаймыз дейді. Оқу деп жазамыз, бірақ енді оны орфоэпияның еншісіне қалдыруға болады да, оқу деп айтамыз, бірақ оқу деп жазамыз деп. Негізі ол у емес, таза оның алдында отыр, у, келу дегенде мысалы. Енді түбірді сақтап жазу үшін оқы ғой түбір. Түбір оқы. Сосын кейін уды жалғап, удың ана осы түсіп қалып, ғалатты оқу болып тұрады. Түсінікті. Ерін үндестігі деген бар бізде, сингармонизмнің бір бөлігі ғой енді ол да. Айтылымда көбінесе сақталу керек. Осы ерін үндестігін біздің ғалымдардың көбісі айтады, бізде бекер істеп жатырмыз. Біз екінші, үшінші буындарда да ерін үндестігін сақтауымыз керек. Сонда әуезділігіміз, жазуда сақтауымыз керек. Сонда біздің әуезділігіміз бұзылмайды дейді. Осыған қалай қарайсың? Негізі сақтап жазған дұрыс болар еді қырғыздар сияқты. Қырғыздар сақтап жазды. Қырғыздар қарасаңыз бізден әлде қайда дұрыс сөйлейді. Ерін үндестігін сақтап. Мен де осы биыл сабақ бердім, 3 қырғыз қыз болды. Әгілер үндестікпен сақтап айтады. Бүйтіп мысалы үшін өлең, көп өлең деп сөйтіп айтады. Баяғыда Сапархан ағамыз сөйтіп анау кітаппен тіл шыққан студенттер көбелек деп оқыса, бірден 2 қоятұғын. Ол негізі айтылымда сақтамаған үшін. Айтылымға барынша жақын болу керек қой шама келгенше. Анау жаңа өзіңіз айтқандай, демел өзің айтқандай, тілде жазу деген сол дыбысты бейнелеу керек қой.
Сонда дейін енді көп жағдайда кішкене енді дәл оны айтуға еріп кете берсе келмей қалады, бірақ ерінімдестігін сақтап, мүмкін тұтас сөзді сақтау керек шығар, қосымшада сақтамаса сақтады. Мысалы үшін көбелек дегенде неге сақтап жазылса? Ақыры қосымша жуан болып езулікпен кете берсін, көбелекке көбелектің болып. Түбір сөздердің өзінде. Негізі қазақ тілі, Ақаңның өзі айтады, қазақ тілі 70-80% ол дыбыстық. Иә. Біздің емлеміздің өзі дыбыстық дейді, 70-80%, сосын бір 30% ол морфологияға бағынады деп айта тұра, бірақ екінші буыннан бастап анау еріндікті жазбауды сол кісі бастаған. Бұл жерде анау шатысы көп болып кетеді деп содан қорыққан шығар. Мысалы үшін көпті жалға болса балаларлер дардир тарти дейміз, оның лөр, дөр, төр деген варианттары да бар да. Көбелектер, үйлер дейміз. Сондықтан да негізі енді ол кісінің де айтқанында кішкене бір немене келтіруге болатын шығар. Қазіргі заман енді ғылым дамыды ғой. Түбір сөздерді сақтап қалдырып, оның қосымшаға келген кезде еріндікті сақтамайық деген сияқты. Сондай жол. Екінші буыннан деп тұр ол кісі. Екінші буынға да емес, түбір сөзді тұтас сақтау керек сияқты енді. Әрине, мысалы екінші буын көбелек, Ал енді оны орфоэпияның ерінің еншісіне қалдыру үшін орфоэпияны дұрыстап оқыту керек. Ағылшындар оқып жүр ғой, мысалы ит деп жазып шошқа деп оқып жүр ғой. Бірақ онда олай өйтіп жазатын болсақ, орфоэпияны мән беріп оқытуымыз керек. Орфоэпияға бізде мән беріп оқытпайды. Бір мектепте бірге жұмыс істеген, бірге оқыған бір қызды көріп қалдым, мектепте жұмыс істеп, содан кейін өлең оқиды, әгі сөйтіп басын шығарып, көзін шығарып, басын жарып, көзін шығарып өлең оқыды да. Сосын айттым, сен мына мектепте сабақ беріп жүрсің, мына Әлекең, Әлекең деймін, Сапекең, мына сен мына тыңдаса саған неке қоятын еді дедім де. Тіпті біздің мұғалімдердің өзі сақтамайды жаңағы. Мүмкін егер түбірін жаңағы екінші буындар жазбайтын болсақ, онда орфоэпияға баса мән беруіміз айтылды. Орфоэпия деген мүлдем сабақ мектепте жүрмейді. Жүрмейтін болу керек. Өйткені біздің дикторлар, тағы басқа елдің алдында сөйлейтіндердің бәрі оны ешқашан сақтамайды. Қазір мысалы келдің ба дейді. Иә. Келдің бе ғой енді ана түбір жіңішке болғаннан кейін жаңағы сұрау жіңішке болу керек. Соны сақтамайды. Барады ма дейді, барама демейді. Келе ме демейді. Сондықтан орфоэпияға оқу кезінде қатты мән беру керек. Мысалы айтылым деген сол орфоэпиялық заңдылықтарды білуден басталады ғой. Қазір мына тіл үйренуге келе жатырмыз ғой. Тіл үйренудің барлығы осы 4 дағдыға негізделеді. Оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым, соның ішіндегі айтылымда осы орфоэпиялық заңдар жақсы сақталу керек. Осы жерде сөзіңізді бөлейін. Мына мысалы үшін орыс тобына сабақ беремін ғой. Айтқан кезде түсінбей қалады олар. Неге десең, айтқан кезде жаңағы дыбыстар бір-біріне әсер етеді де, дыбыстық өзгеріске түседі. Ол сөзді айтсаң түсінбей қалады, жазып көрсетсең түсінеді. Неге десеңіз, ол жаңағы дыбыстар бір-біріне әсер етуі. Соны мектепте орыстарға да оқытпайды, қазақтарға да оқытпайды. Былай болып айтылады, бүйтіп жазылады да. Бұл енді тыңдалым дағдысын жетілдіру керек. Мысалы, қазақ мектептерінде тыңдалымды, сосын кейін оқылымды олар сөйлеп тұрған бала ғой деп, оған көп көңіл аудармайды. Олар сол айтылым емес, жазылымға көп көңіл бөледі. Эссе жаза береді. Негізі 4 дағдыны қатар дамыту керек шығар осындай кезде. Мен бірінші ана тіл үйренушілерге айтам, жазылым дағдысы ол кейінге дер. Ол кейін ең бірінші тіл коммуникация үшін, біреумен қарым-қатынас жасау үшін керек. Сондықтан да бірінші мектептерде сөйлеуге баса назар аудару керек. Жаңағы грамматикалық тапсырма берсең бәрі орындап береді, мәтінді оқысаң аударып береді. Сөйлеумен жаңағы естілім дағдысы жоқ, сөйлеу дағдысы жоқ. Мына орыс топтарындағы балаларда. Қазақ балаларда ойын жеткізіп айта алмайды, себебі олар да аз сөйлейді мектепте. Негізінде бала шуламасын дейді де, жаңағы жазба жұмыс беріп қояды ма? Жазба жұмысты беріп қояды. Ақыр оқуға кеттік. Мектеп өзі қазақ тілін оқыту біз зерттедік. 2 бағытта жүреді. Біреуі жаңағы теориялық білім беру, ол филология факультеттерінде жаңағы академиялық білім беру. Екіншісі дағды қалыптастыру. Ол жаңағы тіл үйрету ғой. Сол тіл үйретудің негізі жаңағы 4 дағдыға соны жетілдірумен байланысты болады екен. Мынау Қуантқан Банов деген ғалым ағам бар, математик өзі. Иә, білемін жақсы. Сол кісі енді математиктер басқаша
ойлайды ғой. Сол кісі жаңағы еріндіктің сақталмауын басқаша түсіндіреді. Мынау еріннің қалпы өзінің қалпы ол езу. Осылай тұрады ғой, езулік болып тұрады. Үйрек сияқты аузыңды шошайтып жүрмейсің ғой. Осылай тұрасың. Ал еріндік сөздерді айту үшін сен ерніңді сүйірлейсің да, мысалы түлкілер дейсің, көбелектер дейсің. Ол кісінің айтатыны қазақ айтылымды неғұрлым жеңіл айтуға үйренген де соған. Сондықтан ол өзінің көбелектер деп бастайды да, ол бәрібір қайтадан өзінің табиғи қалпына келеді дейді. Жоқ, мен де келіспей тұрмын. Өзің таза қазақша ретінде өзің, мысалы үшін көбелектер деп отырсың. Ол оңай болса көбелектер дер едің ғой. Ол жаңа езуді қайта былай тарту қиын ол. Мен мысалы үшін ағылшын топтарына сабақ беремін ғой. Соларға келген кезде жаңағы ағылшындар езумен көп айтады ғой. Соларды айта алмаймын, мысалы үшін дұрыс дыбыстай алмаймын. Олардың бәрі тілінің артына тартып езулеп сөйлейді. Қазақтың тілі оған келмейді. Езулету деген оған ол математика болса математика шығар, бірақ жаңа көбелек деп айту әлдеқайда оңай. Ерінден дөңгеленіп қалады, бір қарпа тұра береді. Аяғына дейін еріндікті сақтап айтқан жақсы дейсің ғой. Ыңғайлы және күмбірлеп тұрады. Ол күмбірлеп тұрғанына сөз жоқ. Енді ол жаңағы айтылымға жүктесе, ол күмбірлеу керек қой. Янушкевич айтты дейді, Потанин айтты дейді, қазақ тілі. Екі қазақ, сол кездегі қазақ қой енді, мына неге кітапқа былғанбаған, әлгі тілді оқығандар озады деген сияқты. Ауызша тілдері шыққан қазақтардың барлығы сөйлеп тұрған кезде, ол кісілер айтады екен, мыналар ән салып тұр екен. Біз ауылда өстік қой, сол кісілерден қаттанбайтын кісілермен сөйлесіп өстік, сол бізге ықпал етті. Ал анау әлгі тілді бұзатын оқығандар деген шығады, Сапекеңе әңгімелесіп отырып сол кісіге айттым, тілді бұзатын оқығандар деген ғой, Халел Досмұхамедов оқығандардың ішінде дүмшелер ғой дейді. Соның ішінде профессорлар көп қой, дүмшелер көп, соның ішінде мысалы үшін әлгі Джордж деген сөз жазу үшін дж дыбысын қосайық деген Сейді Мизақ марқұм ағамыз сияқты. Ондай профессорлар да толып жатыр. Иә, жаңағы мына экранға шығарады ғой таблицаны, кестені. Соның ішінде енді үлкен ғалымдар жүр. Соның ішінде осы қазақ тілінің дыбысын анық таныған 3 адам. Ақаңнан кейін. Ол жаңағы өзің айтып отырған Сапархан Мырзабеков, Әлімхан Жүнісбеков, сосын Томанов. Мархабат Томанов, тіл тарихының маманы, сол кісі танып отыр. Ал өзге мамандардың барлығы қазақ тілінде бірнеше дауысты дыбыс, өздерінде жоқ дауысты дыбыстардың, таңба болып кіргендердің бәрін дауысты деп, оны кәдімгідей бөліп, парадигмаға салып бөліп, жаңа югды бәрін, иді бәрін сөйтіп адасқан. Оның ішінде Айтекеңді де қосуға болады. Айғабыл, айтпай Айғабыл жетекші. Ол кісі де дұрыс таныған адам. Дұрыс таныған ба? Оның бір жазған несі болса маған берсең болады, кестеге кіргізіп қоятын. Бірақ оның ол жерден жазғаны бар ма, анық? Морфологиясында дұрыстар тіркесімен жатады ғой, қазақ тілінің морфологиясында еңбегі бар ғой. Қазақ тілінде араб, парсы тілдерінен енген сөздер бар, сосын кейін мынау орыс тілінен енді амал жоқ сөз аламыз ғой біз. Оның бәрін игеріп алуымыз керек, терминдерді. Не игеріп алуымыз керек, не аударып алуымыз керек. Сол кезде еріндік тұрмақ жуан жіңішкеге көнбейтін сөздер кездеседі. Өзің өткенде қаземіле бойынша жұмыс істедің ғой. Сол кезде не істейміз? Мысалы, бізде модель бар. Құрмет, мұғалім дегендер аралас буынмен келіп тұр. Сол аралас буын деген сақталу керек па? Мына орыстың термин сөздерін алған кезде. Бұл жерде аралас дегенде жуан дауыстан жіңішкейіп қайта жуан кетсе, онда ол бұзылады. Ал енді сөздің бір сыңары жуан болып, қалған буын жіңішке болып кетсе, немесе керісінше алдыңғысы жіңішке болып, арты жуан болып кетсе, жаңа құрмет, қызмет деген сияқты, ақмет деген мысалша, оны болады. Ары қарай қосымша кете береді. Сондықтан да бір керекті бәрін тұтастан сингармаға салып жіберсек, әрине қазақтың тіліне жақындайды, бірақ түп нұсқаны түсінбей қалады. Мысалы үшін кім медицина туралы еңбек жазған, ең бірінші еңбек жазған Халел Досмұхамедұлы немене кейбір терминдерді құлар деп алыпты да, құлар деп. Құлар десең түсініксіздеу болады, кішкене жақындатып қылор десек,
екінші буында о дыбыс қазақта айтылмайды, бірақ бұл жерде заңды сәл бұзсақ та хлор десек, ол хлор десек түсінікті болады да, хлор дегеннің мысалы. Амеба дегенде әмебі деп алыпты да Халил Досмұхамедов. Амеба деген термин. Әмен алыпты ма? Әмен алыпты, әмебі дейді. Енді әмебі дұрыс енді бұл жерде. Ол міндетті түрде амеба деп алу міндетті емес қой енді. Жоқ, жалпы бізде бұрыннан модель бар дегенім ғой. Иә, бар, иә. Жаңа құрметің бар, мұғалімің бар, тағы басқа. Ол кішкене аралас буындар болады. Аралас болғанда екі буын екі түрлі болатын. Бірақ қайтадан ауысып кетпейді. Ауыспау керек, бірақ жуан жіңішке, я болмаса жіңішке жуан буындардан сөз алып, оны әдеби тілімізге енгізе беруге болады. Болады ғой, иә. Өйткені орыс тілінен енет, басқа шетелден сөз аламыз ғой, ол жерде мың түрлі тіркесімдер келеді ғой. Қазақ тілінің өзінің керемет дыбыстық заңдылықтары бар. Бірнешеуін айтып жібересің бе? Қандай? Мысалы, дыбыстық заңдылықтары сөз басында мысал үшін екі дауыссыз дыбыстан басталмайды. Мысал үшін екі қатаң дыбыстан келсе, мысал үшін орыс тілінде стакан дегенде, ол арғына қазақ қойып айтқанда ыстақан. Қойып айтуымыз керек, және қойып жазуымыз керек, өйткені ол ертең балалардың буынға бөлінмей қалады. Енді мысал үшін газ, пропан деген бағы, п-р тұр. Енді п мен р-дың р-ды айттық, алдында дауыссыз тұра алмайды деп, п-ның алдында ы тұра, сонда п мен р-дың арасында буын қосылады да, пропан, газдың түрі. Немесе сөз соңында екі дауыссыз келіп, мысал үшін. Осыны қорытып алайықшы. Мысалы, п-дан кейін р тұр, анау үнді, мынау қатаң. Өзі қазақ тілінде мынандай бір жақсы заң бар емес пе? Қатаң заң. Сөздің ішінде жаңа морфема, қосымша мен түбірдің арасында, тіпті сөз бен сөздің арасында қатаңнан кейін тек қатаң келеді. Солай емес пе? Сол заңдылықпен пропан деп ешқашан жаза алмаймыз. Қойып жазу. Қазір мысалы жаңағы айтқан 14 дыбыстың ішінде бар ғой, х деген, x дыбыс, химия дегенде. Оны алып тастадық. Алып тастадық да қаны ойып жазып жүрміз, рахмет дегенге. Бұл жерде тағы да айта кетсек, қ мен м тіркеселмейді. Қ тіл арты, м еріндік. Екеуінің арасында айырмашылығы, арасында кеңістік керек. Ол кеңістік не толтырады? Дауыссыз толтырады. Рахмет. Сонда кім жазған? Сол анау рахметтің пәленбай түрі бар дейді. Оңдасын, нұртас оңдасын жазған. Бірінші рахмет қылған, неге десеңіз, бұл жерде заңдылық сақталмаған да. Х деген дыбыс жоқ. Ал х-ны кіргізе салайық дейік, мысалы үшін, кіргіздік дейік. Кім айтады? Әлімхан Жүнісбеков қазақ тілінің дыбыстау жүйесінде х-ға орын бар дейді. Кез келген қазақ айтып кете алады дейді. Бірақ оны хат десек те қазақ айтады, бірақ хат десек оның жат екенін сезіліп тұрады дейді. Ал енді осы хал деген сөз бар. Қазір хал деп жазып жүрміз. Осыны хал деген сөз тәуелді жалғаса халың болып кетеді. Соны профессор Нұргелді Вәриев амал ойлап табады да, оның екенін хабарлап тұр дейді да, халім болады, себебі х-дан кейін тұрғанын хабарлап тұр деп теория ойлап табады да. Шында келгенде ешқандай екенін хабарлап тұрған жоқ. Оны қал деп жазылса, қалың қалай, менің қалым жақсы, қалың қалай, ешқандай да жаңағыдай теория қажет болмас еді. Сондықтан да тіпті қазақ айта алатын х-ның өзі біздің жазуымызда қиындық туғызады екен. Жоқ, айта алады деп біз ф-ны да айта аламыз, ю-ды да айта аламыз, ол мәселе емес. Ол парадигмада жоқ қой. Парадигмада жоқ қой, жоқ болғаннан кейін оны алып тастаймыз. Енді рахмет деп x-пен жазуда қате, q-дан кейін бірден м-ны қате, дұрысы рахмет. Болды ғой, тілдің заңы ғой. Бұл жерде Нұргелді айтты, Визақов айтты, Мырзабеков айтты емес, тілдің заңы не деп тұр? Тілдің заңы q-дан кейін м тіркеселмейді деп тұр. м тіркеселмейді, яғни ортасына қойып жазылу керек. Басқа ол жерде қандай дау болады? Ешқандай дау болмайды. Дау болмайды, ол дау шығаратын нәрсе емес. Ақаңның керемет сөзі бар ғой, жаңағы су тоңса мұз болады, хлор мен натрий тұз болады. Бұл табиғаттың законы, ондай закон тілде де бар дейді. Жаңағы закон тілдің законы ғой. Сонымен жүрсе болды емес пе? Тілдің заңымен жүрсе болды ғой. Жаңағы жазудағы үнемділік, анау мынау дейміз, соны түпнұсқаға алыста кетеміз деген сияқты ол шығарып алады да соның бәрі. Үнемділік деген қолдан жасалмайды, ол айтылым арқылы жасалады. Мысалы, әкел десек. Қарлығаш деген қарала құс дегеннен шыққан дейді. Мысалы,
тұра кел дегенде түрегел болды. иә түрегел болып кетті. Солай жасалады. Ал қолдан бір әріпті бар дыбысты жазбай қою ол үнем емес. Жаңағы ми кейде ми су дегенде біз Ахмет Байтұрсынның бір әріпке бір дыбысқа бір әріп деген заңын бұзып тұрмыз ғой. Иә. Иә. Бірінші Ахмет Байтұрсын айтқан бір дыбысқа бір әріп. Иә, соны бұзып тұрмыз. Иә. Иә. Мен бір мақала жазғам, сол кезде жаңағы өзің айттың ғой, ты мен тағы қайсысын толық жазамыз? Ты мен сый ғана. Ты мен сыйды толық жазамыз. Сондай бір буынмен басында ты, сы, жи, қи тағы көп нәрселер бар. Солардың барлығын келтіргенде сол екеуі ғана дұрыс жазылады да, қалғанын үнемдеп дұрыс жазбаймыз. Оны неге толық жазбасқа? Өйткені ол баланың жаңа әліппесінде бүкіл буынды бұзып тұр. Сосын кейін адамның айтуда әуезі бұзып. Тағы да осы жерде айта кетейін, орыс білімді топтардың балалары ғой, енді қазақша жақсы емес. Сен сабақ берген. Тәуелді жалғаудан кейін олар жаңа миым деп жазады да, жіңішке ім деп жазады, миым. Содан кейін жазады да, мысалы үшін мәтінде тұрса, науқастың миы дейді. Миы демейді, миы дейді. Ана табиғаты жіңішке ғой, идің табиғаты. И деп айтамыз да. Иә. Ана ол жіңішке көріп оқиды да, міне. Оны жуан қылу үшін, оның жуан үшін дауысы ытыру керек. Ытыру керек. Әйтпесе анау алан алып кетіп тұр, былай қарай. Алып кетеді. Дұрыс. Бексұлтан ағаны айта бердім ғой, өткенде бір сұхбат алғанда. Ол кісі айтады, мынау қазақ теледидарын қосып қалып, диктор бір 3-4 сөйлем айтқанша мен түсінбей тұрам дейді. Қазақша сөйлеп тұр ма? Орысша сөйлеп тұр ма? Осы жерде мен тағы бір қызық нәрсе айтайын. Мені Казгуде Әл-Фараби атындағы бір әріптесім бір кешке шақырды. Сонан кейін студенттер сөйлеп жатыр. Ол практикалық кафедрада бізде жұмыс істеген. Сол орыс тобы екен деп мен мәз болып тыңдап отырмын. Соңында сөз берді маған, қалай екен студенттерім деп. Мынау орыс тобында оқыса да бәрі жақсы сөйлейді екен, қазақшада тәп-тәуір екен деді. Сөйтсем қазақ филологиясының балалары екен. Соны неге акцентпен сөйлеп тұрсаң, орыс тілінде жаңағы жазудан шығып тұр, жаңағы сол түсінбейміз деген шығып тұр. Тілі жазу арқылы шығады. Яғни орфоэпия дұрыс оқытылмайды. Ал керісінше құбылыс қой жаңағы сенікі. Сен айтылымды мәтінді оқып беріп тұрсаң, оны ана тыңдаушы үйреніп жүрген бала түсінбей қалады. Оны жазсаң түсінеді көзбен. Сонда орфоэпияны және айтылым дағдысын, естілім дағдысына тереңірек көңіл бөлу керек екен. Оны солай істейді басқа елдер. Мысалы ағылшын тілінде жаңағы өздері былай деп жазып, былай деп оқиды. Және ол жерде үнемдеген жоқ. Үнемдеген жоқ, иә. Енді оларға көп уақыт жоғалтады үйретуге. Бір сөзге 5 дыбысты жазып қояды, 5 әріпті жазып қояды, бірақ екеуін ғана дыбыстайды. Олар дейді кезінде былай сөйлеуге, мысалы үшін кезінде клуб деп сөйлеген, қазір клаб дейді. Бірақ енді сонысын клубын жазады, себебі ол жазуын жақындай қойса, жүздеген жылдардағы нәрселер болмай қалады. Тарихи нені сақтау ғой. Иә, соны оқи алмай қалады. Тарихи жазуды сақтау. Бізде ондай жүздеген жылдық тарихымыз жоқ қой, біз бірден тілдің табиғатына бейімдеп, қазір жаңа емле ережесін тілдің табиғатына бейімдеп жазуымыз керек. Мынау латынға көшудің өзі 91 жылы бір басталды, одан кейін 16 жылы, 17 жылдары бұрынғы елбасы президент қаулылар шығарды, оның барлығы бар, экранға көрсетер. Соның негізгі мақсатын түсінбедік қой біз. Негізгі мақсаты емлемізді дұрыстап алу еді ғой. Бүкіл түркі халықтары бірден соны өздерінікін түзеп алды, ал ол бізге технология келеді, латын таңбасын үйренсек, ағылшын тілін тез үйренеміз деп басқа жаққа кетіп қалдық. Ол әріп біргенен тіл үйреніп кетпейсіз. Енді оны сол кезде де болған осы мәселе, осы таңбаға өтпей-ақ, осы орыстың кириллицасымен ақ емлемізді дұрыстап алуға болады деген пікірлер айтқан сол кезде. Рабиға Сыздықова, Қайырболат Есен, Төлебай Қордабаев, Бабаш Әбілқасымов деген кісілер сондай пікір айтты. Сол ақыр латынға қазір өтуге саяси жағдай мүмкіндік бермей тұр. Осы әліпбимен емле дұрыстау жағы қалай болар екен? Енді ол дұрыс болар еді, бірақ қоғамның қабылдауы қиын болатын сияқты. Себебі анау
көшсе жақсы болады, мына күйінде қабылдау қиын, иә. Мысалы үшін жаңағы мен айтамын, мысалы үшін туберкулез деген сөзді күлез деп жазайық десем, танау термин жасап жүргендер айтады, туберкулез дей берсе ғылым болып кететін шығар. Сөйтсек ол туберкулез десек ол ғылым болмай қалатын сияқты да. Артерия деген сөзді мысалы үшін аударып алайық десек, ой, онда ғылым болмай қалады деп айтады. Тіпті анау аудармақ түгіл қазақ тіліне бейімдеп жазайын десең, онда ой болмайды, онда ол артта қалғандық болып қалады. Но кирилл әріп қалпында біз қабылдай алмайды, сана сезім дайын емес. Егер латыншаға көшсек, оны бір басқа сөз сияқты көріп қабылдау жеңіл болатын еді. Бірақ оны көрдіңіз бе, жаңа саяси нәрсе астарда болып тұрған. Бұған саясат жетпей жатқан сияқты, насихат әйтпесе бүкіл әлем солай қабылдайды. Сол оны біздің тіл мамандары түсінбей тұр ғой. Жаңағы орыстың өзі ғылым кандидаты қазақтың өзі түсінбей тұр. Мысалы үшін витамин деген сөз деген ол құлағымыз үйреніп кеткен, тіліміз келеді деп отырса, енді ғылым кандидаты қазақ тілінің, жаңағы витамин сөздің қазақ тіліне жат екенін, қазақ тілінің жоқ дыбыстардан тұрғанын түсінбей тұрған соң, ал жаңағы ғылым докторы фильм деп айту әдемі естіледі, фильм деп айту жаман естіледі, қаһарман деген жаман естіледі, қаһарман деген жақсы естіледі деп отырса, ол құлдық сана. Ол ұлттық тілдің заңы бірінші тұру керек қой. Мысалы, жаңағы витамин дегенде қазақ тілінің 77 заңы бұзылып тұр. Солай емес пе? Солай ғой. В деген бізде дыбыс жоқ, И деген дауысы жоқ, жаңа өзің айтқандай. Фильмде де сондай. Ол жерде қаншама заң бұзылып тұр. Сондықтан ең бірінші нәрсе мынау кіріктіріп алу кезінде, жаңағы қазақ тіліне бейімдеп алу кезінде тілдің заңы бұзылмау керек деген бірінші тұру керек. Ол сондайды қолдайтындар аз болып тұр ғой. Мынау тілші ғалымдардың арасында баяғы кезінде Ахмет Байтұрсынов кезінде ескішілдер, жаңашылдар деп бөлінді ғой. Сол сияқты мынау дыбыстық жүйеге орайық дегендерді қолдайтындар аз болып тұр. Көпшілігі жаңағы өзіміздің жазуымыз керек. Әсіресе мынау жазу емлесімен айналысып жүрген тіл білім институтындағылар сондай көзқараста отырған соң, егер тіл білім институты осыған жол бастайтын тіл білім институты теріс көзқараста болған, басқаларды не сұраймыз? Тіл білім институтының мамандары, олар менімше кеңес дәуірінде қалыптасқан ғалымдар болу керек. Өйткені осы орфографиялық сөздіктің ішіндегі бірнеше заңдылықтың бұзылғанын Орнай Жұбаева бастап 3 автордың жазуымен бір үлкен сондай сыни. Мен оқыдым, сонда мынандай нәрсе таң қалдырды. Темір жол деген сөз бар қазақта, темір жолшы деген бар. Темір жол бір жазады, темір жолшыны бірге жазады. Оны орыстың тілінде алғанда железная дорожа деген арасында интерфикс дейді, онымен біріктіргенде өздері біріктіреді. Ол орыс тілі біріктіреді. Енді қазақ тіліне келіп біріктіре салу деген болмайды ғой. Темір жолшы деп. Қазақ тілінде сөз жасаудың тіркесті түрін бар ғой енді. Бар ғой, иә. Оны неге сақтамасқа? Иә, ана орыс тілін көшіре салғанда орфография ережелерін. Сен өзің де жазып жүрсің, тағы басқа ғалымдар, Баянқол Қалиев те жазды, Сапархан ағай да жазды, Мырзабеков. Осы орфографияда сол и мен удан басқа да көп кемшіліктер, олқылықтар бар. Соның бір біріккен сөз. Жаңа өзің айтып отырған біріккен сөзді бірігетін жерде біріктіреді, бірікпейтін жерде біріктірмейді. Сондай бір жүйе жоқ, тілдің заңдылығын сақтау жоқ сияқты. Мысалы, қазақ тілінде, жаңа екінші заңға келейік. Қазақ тілінде сөздің ішінде қырғыздар да келеді, орыстар да келеді. Қазақ тілінде сөздің ішінде екі дауысты дыбыс қатар келмейді. Бұл бір заңы қазақ тілінің. Жаңа сөздің басында екі дауыссыз келмейді дегенде, сөздің ішінде екі дауысты дыбыс келмейді. Ал енді неге сары арқа, сары ағаш деп жазамыз? Ал енді қызық, сары арқа, сары ағашты сақтап жазамыз да, қара ойды сақтап жазбаймыз. Қара ой деген жерлер бар, оны қара ой деп жазамыз. Орфографияда екі түрлі тұр ма, солай жазылып тұр? Жоқ, кәдімгі қара оймен жазылған, иә. Дауыссыз дыбыс жоқ, қара ой емес, қара ой. Қара ой. Иә. Енді неге бірізділік сақталмайды? Неге олар не дейді сонда? Оны олардың түсініктері бермейді оған. Ана түбірді сақтап жазу керек деген, иә. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Жаңағы сары ағаш, сары арқан алайға, жаңағы екі дауысты дыбыс қатар айтылмайды. Ана қала аралық дейді. Осы аралықта келіп тіркеп қоямыз. Себебі орыстан көрміз де между народный. Оны
екеуін бүйтіп біріктіре салсаң қалалық деп тұрсаң түсініксіз болып қояды. Екеуін қатар қойсаң ол да тіл заңдылығы қайшы келеді. Сондықтан оны бірге жазуға болмайды аралық деген сөзді. Біздің мына медицинада мынандай сөз бар, седлообразный деген, ер тоқым тәрізді. Соны ер тоқымда келіп бірге жазып тұрды, тәріздіне келіп қосып қойып, себебі орыс тілінің үлгісіне жасаған ғой, седлообразный. Ер тоқым осы қос сөз, тәріздің шылау деймін де. Соны мынау екеуі қос сөзбен анау бөлек жазылу керек десем, сол медициналық термин жасаушылардың миына кірмейді. Орыс тілінің сөз жасамдық үлгісін көзсіз көшіру. Мысалы үшін көгет дегенде жазып қояды да, түбірін өзгертпей жазып қояды да, түбірін сақтап көгет деп жазады. Содан кейін студенттер айтады, мысалы үшін диафрагма деген көгет деген термин бар. Соны айтады, мысалы үшін сіздің көгетіңізге ота жасау керек дейді. Соны барады да олайды көгет дейді. Көгет десең оны қазақ түсінбейді дедім, сен көгет деген не дейді? Оны не берек, Құдай бұны не айтып тұрсың деп көгет деген. Ал енді соны неге көгет деп жазып тұрсың? Бұлшық етті бөлек жазып қоямыз, а? Көгетті бірге жазамыз, бұлшық ет бөлек жазып тұр. Бұлшық етті сөз тіркесі қылып жазамыз да, көгетті біріккен сөз жазамыз. Бұлшық етті салыстырайық, мысалы үшін кеткен ет, сүр ет, піскен ет дейміз. Ондай немен емес, ол сөз тіркесінде анықтаушы қатынасты тұрған жоқ. Бұлшық ет деген не деген сұраққа жауап бер. Оны біріктірмей тұрғаны қатаң қының екі дауысты дыбыстың арасында тұрғаны. Егер оны ығыммен жазсақ, бұлшық ет деп жазсақ, сіңісіп кететін ақ сөз. Кірігіп кететін сөз. Өзі Бексұлтан ағаны бір таңғаламды да несіне. Ол кісі айтады, біріккен сөз, кіріккен сөз деген деп бөліп алдық қой біз. Олай болмайды дейді. Сөзді біріктірдік па, ол кірігу керек дейді. Ал біріктірмесе оны жаңа өзің айтқанда бөлек жазу керек. Бөлек жазу керек енді. Өйткені қазақ тілінде өзінде заң бар емес па? Бөлек сөз тіркесім арқылы жасалады. Қосымша арқылы, қос сөз арқылы жасалады. Өзінің 3-4 түрі бар ғой? Экранға береді 3-4 түрін. Соның біреуі сөз тіркесі арқылы. Сол сөз тіркесін неге сақтамасқа? Неге орыс тіліндегідей тура көшіріп жаза беру? Біздің орфографиялық ережеміздің өзі, жаңа өзің айтқандай 80% анау неден болу керек қой, дыбыстық жүйеге. Біздікі 90% орыс тілінің үлгісі. Солай деп айтуға болады да. Ал анау құрылымы әртүрлі тілдердегі әкеп бір жерге қосара салғаннан кейін жаңағы нетпейді. Ол ереже жасалмайды, орфографиялық ереже. Дәл осы қалпында ол орфографиялық ереже болмайды. Сосын кейін осы біздің мынау сақаларды мен көрген жоқпын. Сақаның сөздік жасағандарын айтып жүреді осы ғалымдар. Олардың сөздіктерінде тек сақа тілінің сөздері ғана тұрады екен. Ал біздің сөздіктердің барлығында орыс тіліндегі ережемен жазылған сөздердің біразы тұрады. Терминологиялық сөздіктерде де тұрады. Орфографияда да тұрады. Ол неге керек? Сол, мысалы үшін, аударма қазақша орысша сөздікті алайық. Велосипед, қасында велосипед. Велосипед, қазақша велосипед. Міне аударма. Трактор, қасында трактор. Аударма қазақтың тілінің заңды ғой. Ал енді вындан көресің сөздікті аламыз, қаншама бетінде алып тұр, вдан келетін, вдан басталатын сөздер. Оның бірде-бір қазақта жоқ сөздер. Ол өтірік сөздіктер. Орыс тілінің емлесін әкеп сөздіктің санын көбейтіп. Ал термин, мен жаңа тағы да медициналық терминдерге келейік. Медициналық терминдердің бәрі тұнып тұрған, сол орыстың тұтастай жота салған. Анау тағы да халел туралы біз немен өткіздік, конференция өткіздік. Халел жер суға салып мақтадық, бірақ соның асқазанға түскен тамақ дене заңымен қорытылуы керек, өзгеруі керек. Ол денеге зиян береді қорытылмаса деген. Сол сияқты тілге келген сөзде тіл заңдылығы өзгеруі керек, әйтпесе тілге зиян береді дегені. Сол тілге зиян, орыс тілінен енген сөз, басқа тілден енген сөзді өзгертпей аламыз деушілер арақ пен шылым таратушылар бірдей деген. Қазіргі біздің ғалымдарымыз арақ пен шылым таратушылар деп айтуға болады да. Сол орыс тілінің жаңағы орыс тілі арқылы кірген терминді орыс тіліндегі деп жазамыз дегендер сол арақ пен шылым таратушылар деп айтса болады. Оны енді тілде, тіл мәдениет тұрғысынан келгенде оны варваризм деуге болады. Варваризмдер ғой. Ол халықаралық термин емес, ол әдеби тілдің сөздер емес, ол варваризмдер. Өйткені қазақ тілінің ішін ірітіп бұзып жатқан сөздер. Терминкомның мүшесісің өзің. Ол терминком мына республикалық емес қой? Республикалық терминкомды да неменеге медицинаға қатысты. Медицинаның өзінің бөлек-бөлек терминком салаға байланысты. Сол медицинасында мүшемін. Ана Ахмет Төре деген әдебиет не жазып жүрген ағамыз, ол да мүше ма? Ол жоқ, ол терминком мүшесінде жоқ, ол енді термин айналысып жүрген адам ғой. Өзі білімді жігіт, тіл жанашыры.
бірақ ол сөздігі бар ғой. сөздігі бар, бірақ ол анау орыс тілі арқылы кірген сөзді терминдер сол күнді қалтырамыз деушілердің бірі. Бірақ ол себебі ол жаңағы тілдің табиғатын түсінбей тұр ғой. Тілдің табиғатын біздің термин жасаушылардың көпшілігі түсінбейді. Мен термин көмінің мүшесімен айтамын, соны бірақ олар ешқайсысы түсінбейді. Сонда айтқан сылтауы, мысалы жаңа артерия деген сөз шығады, күре тамыр деген сол ұғымды береді. Сол тура айтуға болады десем, біреуінің айтқаны артерия десем, артерияны күре тамыр десем, мен сенің төбелесем дейді да. Оның уәжі, екіншісінің уәжі маған ұнамайды дейді да. Бұл сөз біреуге ұнауға, ұнамауға міндетті емес қой. Ол тілдің заңдылығын ашу керек қой. Екі ақ жолы болу керек қой. Иә? Не аударылу керек жаңа күре тамыр болып. Не бейімделу керек, иә? Осыдан басқа жол жоқ деп неге кесіп тастамаймыз? Терминкомда отыр. Терминком егер мен өзіміздің университетте терминкомда Диас деген жігіт қана бар, сол жігіт тілдің табиғатын, қалған тілдің табиғатын түсінбейді. Сосын онда терминкомға алмау керек оларды. Медиктерді қайдан аламыз енді? Бірақ ішінде тілдің табиғатын аздап түсінуге бар, бір профессор бар, бірақ оның өзі де жаңағы тілге бейімдеу келгенде онша көне қоймайды. Тек аударып алумен ғана айналысады. Бірақ саласы жұмыс істеп тұр, аудару саласы. Аударып алғанда кейде дәл таба алмайды. Иә, жаңағы қабыну дегенді білдіретін ит деген бар да. Орыс тілінде ол анау латынның итис деген сөзі де. Мысалы үшін менингит, танзилит, фарингит деп біз тамағымыз ауырса ангина дей саламыз, оның пәленбай түрі бар екен. Танзилит, фарингит, ларингит дейді. Тамақ ауруының бірнеше түрі ғой. Иә, мына жерде оның бәленбай безі бар, соның әрқайсысының қабыну әртүрлі. Сол жерге келгенде оны енді ананы ұзақ болып кетеді. Бадамша бездің қабынуы, ананың қабынуы дейсің. Енді амал жоқ, итис дегенде ит деп аласың. Сол жерде тілге беріндей сал жаңағы. Менингитте қазақ, ана орысша менингит имен жазылса, қазақ менингит деп аяғда айтып кеткен. Жоқ, қытайлар өйтіп, мысалы қытайлар өйтіп бір сөз ағылшында бір сөзбен беріліп тұр екенде бір сөзбен ала бермейді. Ол түсінікті қылып, өзінің оқушысына түсінікті қылып алады. Қалқанша бездің қабынуы, ананың қабынуы, тамақтың қызаруы деп айта береді. Сөз тіркестерінде де беруге болады. Неге бермеске оны? Бұл енді тағдан жақтарды сөйтіп қалыптасып қалған. Дұрыс емес. Ол ең бастысы сол тілде сөйлеп тұрған адам оқып отырғанда түсінсе болды емес па? Сол ғылыми еңбек дегенде біз ойлаймыз, ол ғылымға ғана арналған деп. Ғылыми еңбекте кез келген адам оқып түсініп, кез келген адам өзіне қажетті мәлімет ала алу керек қой. Термин деген бір сөзбен ғана жасалмау керек, ол сөз тіркесімен де жасалады. Сөз тіркесімен жасалады, бірақ оны мойындамайды да бізде. Ол барлығы мойындамайды. Бүкіл саладағылар мойындамайды. Сөз тіркесі деген керегінде. Ана қатып қалғанда анау Ақан серінің сөзі бар ғой, жұпар мен гүлмайының несін білмес, зұлматтың тұмын біткен мұрын деп. Бізде анау жаңа халықаралық дегенмен мұрнымыз бітіп қалған ғой. Соны анау қазақ тілінің несін сезбейміз. Хош несін сезбейміз қазақ тілінің. Бұл жерде жай адамның түсінбеуінен болып тұрған нәрсе екен ғой, көп нәрсе. Көп нәрсе. Сосын кейін жаңағы қ-ға келтіргенде өзі кез келген сөз ол жеке тұрғанда оның мағынасы білінбейді, ол жұмсалымнан шығады ғой. Жұмсалымнан шығады. Мысалы ат дегеннің өзін ол контекстпен ғана оның қай мағынада жұмсалып тұрғанын білесің. Ол ат па, или біреудің есімі ма, біреуді атқалы жатқансың ба. Сол сияқты бір жақсы келтіріп жүретін термин бар, ханға байланысты. Иә. Хан деп жазсақ кровь болып кетеді. Иә. Сондықтан хан деп жазайық дегенді айтып жүрсің соны. Сол ана кім жағы Әміржанова, хының арқасында мынау Әміржанова деген Уәлиевтің шәкірті ма? Иә. Сол анау нетеді, хат хабар дегенде бұрын қабағын қабарту дегеннен енді хабар деген кезде басқа нәрсені жоқтың болды, хының арқасында деп ол мақтапты да. Мен оған келтіріп жүрген мысалым, мынау қазақтың қырық өтірікте бар. Баяғыда халықты қан билепті, халық қаннан зар илепті, қан тасып еріккен қан шарап ішіп, желіккен қан жұртына жарлық салыпты дейді. Ол жерде ешқандай бұл жерде анау қаннан зар илепті, қаны тасыған қан дегенде кез келген немесе мынандай өлең бар. Менің атым қой, қойшын тауып қой, қойшын тауып қоймасаң қой жиғаныңды қой дейді. Немесе Махамбеттен кері тағыдай таудан су ішкен, тарпаңдай тізесін бөгіп от жеген, тағы сынды жан едік, тағы да келдік тар жерге, таңдасақ тағы бола ма? Осыны түсінбейтін қазақ бар ма? Яғни кез келген тілдік бірлік жеке тұрғанда ол мағына бермейді. Ол мағына контекстте жұмсалымнан шығады. Жеке түрде мағына беру үшін ана басқа дыбыс қолданамыз деген ол адасқандық жаңа ғылым шылыммен арақ таратқандар. Амоним деген ол енді тілдің құбылысы бар ғой. Сосын кейін осы жерде тағы айта кеткім келеді, көрермендердің құлағына сіңе берсін. Осы амоним, синоним, сосын кейін антоним дегенді жаңа Бексұлтан аға
термин жасап шығарған. Керемет қолдануға сұранып тұр. Мысалы, кермән сөз дейді. Мәні кері. Иә. Антонимдер. Антоним. Сосын бір мән сөз дейді. Иә. Амоним. Бір мән сөз. Ат десең, жоқ, бір мән. Ол синоним. Көп мән сөз. Көп мән сөз. Сосын кейін бір мән сөз. Бір мән сөз. Солай кетті. Мысал үшін біз неге орфография, орфоэпия дейміз? Жазылым, айтылым сөздігі ғой. Болды. Міндетті түрде жаңағыдай халықаралық болу керек, анау латыннан кіру керек деген. Енді сон әбден 70 жылы санамыз уланып қалған ғой. Мырзаның сөзі бар, бүйтіп санамызға құя бергендіктен біздің санамыз уланып қалған. Соны қабылдай алмаймыз. Мысалы, Ахаңның бүкіл лингвистикалық, әдебиеттану терминдердің бәрі қазір кәдімгі ғылымның термині болып жүр ғой. Оны ол кісі орыстікінен тура аударып алмаған, оны жаңағы өзінің уәжі өзінікі, қазақтың өзінен есімше дейді, есімге ұқсас, көсемше дейді, көсем сияқты алдында тұрады. Етістіктің алдында тұрады ғой, енді аяқталмағаннан кейін артында тиянақты етістік тұрады да, анау алдында тұрады да, көсем сияқты. Анау есімше деген есім сияқты. Сол сияқты соның қызметін атқарады деген сияқты. Соны келіп кейін осы Ахаңның терминдерінің бәрін бұзбақшы болды ғой. Мысалы, местоимение деген сияқты, орынбасар деген терминдер шығарды кейінгі ғалымдар, бірақ ешқайсы енген жоқ. Енді төке мынаны айтайық. Бізде мынандай бір жақсы жоба бар, Қаземіле деген автоматтандырылған, өзің соның ішінің мазмұнын жасауында барсың, бастан аяқ қатысып жүрсің. Ол 3 деңгейден тұрады. Біреуі жаңағы емен уға байланысты, оны машинаға түсіндіру оңай екен. Жұртқа түсіндіргеннен гөрі машинаға өздерінің ережесін. Машинада құлдық сана жоқ қой. Ережесін бердіңдер. Бұлай жазыңдар дедің. Ол соны сақтайды. Ол миына сақтап алған. Кез келген сөз жазсаң, қазір экранға шығарып көрсетеді. Кез келген сөз жазасың, ол тура солай қалай жазылу керек жазып береді. Ол оңай екен. Екінші кезеңі ол қазақ сөзін жазу. Өзіміздің қазақ сөздерін сырттан енген емес, қазақтың төл сөздерін жазу, ол жаңағы өзің айтып отырған тілдің заңдылықтарына бағынады. Сөздің басында екі дауыссыз келмейді, сөздің ортасында дауыстылар қатар келмейді, қатаңнан кейін қатаң келеді деген сияқты. Сөздің соңында қатаңның алдында ғана үнді келеді, мысалы, қарт, сарт деген сияқты. Осының бәрі заңдылық қой. Соны жаңа машинаға берсек, жасанды интеллект оны сақтап қазақ емлесін бір шамаға келтіріп отыр. Ал ең қиыны мына орыс сөздерін, шеттен енген сөздерді түгелдей заңға бағындырып жазу қиынның қиыны болып тұр. Осыда қандай қиындықтар болды қазір сендерде осыны жазу кезінде? Жаңағы мысал үшін бұл әлі біткен жоқ. Ана екеуі бітті. Екі кезеңі. Мынаны аяқтау өте қиын. Мысал үшін медицина терминінде бронх деген бар. Біріншіден сөз басында бір тіркес тұр. Онан кейін н-х дыбыс тұр. Одан кейін х деген қазақ тілінде жоқ дейді. Бір тіркес айта алмайды қазақ. Бұдан кейін р өзінің алдында дыбыспен тіркесе алмайды дауыссызбен. Оның міндетті түрде арасында дауысты дыбыс сонда бір болады. Н-х деген дыбыс тіркесіміз жоқ. Енді оны сөздің соңында, енді басында ана жерде аттар терминдерді ұмытқан, эпентезия, эпитезия дейді. Сонан кейін анау соңына қосылатыны бар, сонда енді бұрынғы дыбыс тіркесіміз қ-дан кейін болу керек. Сонда бұрынғы болады. Бұрынғы. Енді мысал үшін анау халықаралық термин аударылмайды дегенде келе шығады да, мысал үшін трахея деген бар. Трахея деген кеңірдек. Ал жаңағы артерияны аудармаймыз да, трахеяны аударамыз кеңірдек. Жаңағы ұстаным қайда қалды аударылмайды деген. Аударылмайды деп аламыз да, өзімізде тілде бар сөздер келгенде не айтамыз. Ал енді жаңағы қиындығы сол жаңағы бұрынғы деп алсақ, оған қазақ күледі бұрынғы дегенге. Соны сана сезім тағы дауыстан шығады да. Енді ол біріншіден жаңағыдай екі дауыссыз тіркесіміз. Сонысын арасындағы ф дыбысын қарғайды. Ф-ны қалай аударамыз? Ф қазір мысал үшін араб тілінен келген біздің піл, пікір деп жүргеніміз арабтың фил, фикір деген сөздер ғой. Сол сияқты п-ға баласасақ, ф п болады, в б болады. Жаңағы д-ға сөз аяқталмайды, г-ға сөз аяқталмайды. Олардың осының бәрін қазақ тілінің дыбыстық заңдылығын келтіре салу. Бірақ ол жаңағы біздің осы уақытта 70 жыл бойы қалыптасқан көз алды неменемізге түсінігімізге мүлде келмейді. Осыдан кейін кетті бәрі түрге қарсы болып жатқан сол. Оның қиындықтар туады. Мысалы үшін жаңағы ция деген қосымша,
біріншісі ц дыбысы бар, я дыбыстары бар. Осыны қалай аламыз? Латынша нұсқасы тион болады да, оны кімдер ағылшындар шын деп аласады да. Аксия мысалы үшін action болады, иә. Сонда егер тион латыншасы да келмейді, орысшасы да келмейді қабылдауға. Онда да басқа енді ол керек болып тұр бізге оны. Оны енді жаңағы ағылшындағы шын бізге барынша жақын осысын алуға болады да. Дыбыстық заңды бұзбайды. Дыбыстық заңды бұзбайды, иә. Бірақ бұған үйреніп қалған адамдар анау логос деген сөз отыр, логия. Енді оны лоджи, да, ағылшынша келгенде. Лоджи, ана 30-шы жылдар лоғы деп алайық деген. Онан кейін оны да қабылдай алмады. Оны ложи деп, филология емес, филологи деп, тіпті ағылшын өзінде де ф емес п болып айтылады да. Бұл жерде ағылшынға көбірек мән беретін себебіміз анау ойбай ағылшын тілін үйренеміз, ағылшын тілін жақындаймыз деп жүр ғой. Соны іздегенге сұраған болады да бұл. Жаңағы бір жағынан дыбыстық заңдылыққа сәйкес келеді. Бұның шешуін табу қиын, өте қиын мәселелер көп болып тұр бұл орыс тіліне кірген сөздерде. Жоқ, оған былай мынандай заң шығарсақ айтады. Ең бірінші дыбыстық тіркесімнің заңын бұзбау керек бір. Екінші, оның ана түпнұсқасы бар ғой. Орыстардың көбісі Европадан алған ғой. Не гректен, не латыннан, не ағылшыннан. Орыстан келмесе, сол түпнұсқаны іздеп сол жақтан тікелей алып келсе. Тионы бізге жақындамай тұр ғой. Түпнұсқасында тион да. Ция деген тион. Ағылшыншада шын болып тұр оны. Яғни сол жақын болса, соны алу керек. Соны аламыз, иә. Сондай заң. Тион да жақын емес. Логия да, ция да жақын емес, оған бір шын жақын, иә. Аналар түріктерде мен бір конференцияда болып, түріктер шынға болады екен. Біздің жаңа циямия тұрғандар шынға болады екен. Бұл шынды алу керек. Сосын кейін бізде ауызша енген сөздер бар. Ауызша енген сөздер жазудың ар жағында, революцияның алдында енген сөздер бар. Ол сөздер тіпті өзінің қайдан шыққанын, түп негізін, әке шешесін ұмытып қойған сөздер ғой. Мысалы, болыс дейміз, оның түбі. Волос, да, орысында? Волос. Волос оның түбі ол ұлыс түркі сөзінен кірген да. Ұлыс жүрші дейді ғой, орыс ұлыс, жошы ұлысы. Оларға волос болып көрді, қайтадан бізге болыс болып енді. Болыс болып енді, иә. Сосын кейін старшын дейді, тағы басқа, ол жерде көп қой. Соны бір жүйелеп, соны модель қылып алуға болады. Енді ең бастысы қазақтың сөзі әуезділігі бұзылмау керек. Мысалы, анау жаңағы орыстың ғалымы Қазақстанға келіп ән салып тұр дегені сол әуезділік қой. Сол әуезділік осыдан ғой. Осы дыбыс тіркесімнен шығады ғой. Ол сингармонизм ғана әуезділік емес, ол бүкіл дыбыстардың үндесімі, дауыссыздардың үндесімі, бір-біріне ыңғайласуы, ілгерінді кең ықпалдар барлығы, ол бунаққа бірігіп, бунақ болып, ырғақ болып айтылуы, соның барлығы осы жазуға байланысты болып тұр. Мынау әлем тілдерінде Әлімхан Жүнісбеков ағамыз айтады, 3 немене заңдылық бар дейді. Не екпін болады, не әуез болады, не әуен болады да. Мысалы үшін біздікі енді әуезі тіл, иә. Әуезі тіл. Иә, әндетіп тұрған сияқты. 3 күнді жолдың бүгінгі соңғы күніне бала шәкірт барын салды. Гір болып тұрады да. Сонда анау Совет өкіметі кезінде орысша сөйлесіп, анау жоғары жақтағылар айтатын, кончай свой гір, говори на человеческом языке дейді. Сонда біздің қазақ тілі гір дейді. Күмбірлеп тұр ғой, күмбірлеп, домбыраның сияқты. Гір деме. Ақаң айтады, қазақ сөйлегенде сағаттың тық еткен сияқты, жүректің лүп еткен сияқты дейді. Рабиға апай айтады, ол біріншіден жаңағы айтылым мүшелерінің не күш түсірмеу. Күш түсірмейді, ең бастысы сол. Сосын кейін екінші сол бір-біріне дыбыстар қатаң ұяңға, ұяң үндіге жақындасып айтқаннан кейін ол әуен сияқты болып тұрады да, құлаққа жағымды естіледі. Осыны сақтау ғой біздің. Біздің жазымызда осы сақталмаған әуез. Сонан барады да қатаңнан кейін үнді тұрады да, мысалы үшін да. Ол ешқандай тілдің табиғатына келмейді. Енді соңғы мәселе, өзің талай жыл осы мынау практикалық кафедрада сабақ беріп жүрсің. Біздің жоғарғы оқу орнына орыс бөліміне түсетіндер, басқа шеттен келгендерді қояйық,
өзіміздегі түсетіндер олар бақшадан бастап қазақ тілін оқиды. Бірінші сыныптан бастап қазақ тілін оқиды. Қазір әдебиетті біріктіріп тастаған, олар 1000 сағат оқиды екен қазақ тілін 11 сыныпқа дейін. Одан кейін оқу сауаттылығын тапсырады, бірдеңе сөйтіп келеді да мектепке жаңағы сендердің алдарыңа келеді. Бірінші, екінші курста оқи ма олар? Иә, бірінші курста оқиды, бірақ. Иә. Қазір бірақ семестр оқитын болды. Келеді да менің аты Ирина деп жаңағы тәуелдеуді, жіктеуді білмей тұрады. Ал енді сен сөздеріңнен байқағаным, шетелден келгендер, мысалы үнділер, тағы басқалар, түркімендер түрік қой енді, түркі ғой. Ауғандықтар, солар бір жылда кәдімгідей тіл сындырып сөйлеп шығады. Оның себебі не осының? Олар тіл үйренушілігі мен ең өмірде көп қолданылатын керек сөздерді ғана, керек формаларды ғана үйретемін де. Сонан кейін етістің шақтарының ішінде де ең керектісін бардым, бара жатырмын, барамын. Келдім, келе жатырмын, келдім. Болды. Сонымен шектелемін. Сонан бұл қажетсіз сөздерді, қажетсіз информация беру. Мен қызық үшін айтып қояйын, бір ағылшын тіліне сабақ беріп отырған бір мұғаліміміз аюдың суретін, қасқырдың суретін, қоянның суретін алып кетті де. Сонан кейін басқа мұғалімдер қызығып жатыр. Ой, мынауың керемет екен деді. Үндістер қызықтырамын деген ғой. Мен айттым, керемет қой дедім. Бірақ сол үндістің осы Қазақстанға аңшылыққа келдім, мен де тіл үйренуге келдім. Қажетсіз нәрсені үйретеміз де. Ең қажетті нәрседі ғана деген А деңгейінде, А1 деңгейінде. Ол қажетті қарапайым нәрсені үйренген адам сол жаңа үлгіге салады да, кейін аздап өзінен кеңейе береді. Ең қарапайым нәрсесін үйретіп алу. Қазір мен шетелдегі арнап шығарған қазақ тілімді Астанада, басқа жерлерде қолданып жатыр екен, бәрі мақтап жүр. Себебі қарапайым сабақ берушіге де оңай. Біз өзіміз де тіл білмейміз ғой дұрыс ағылшынша. Сол қарапайым нәрсе үйретеміз, қарапайым нәрсеге тіліміз соған жететін болды. Бүгінгі өтетініміз зат есім деп тұрмайсың ғой? Зат есім демейміз. Грамматиканы айтпайсыңдар. Айтқанда мынау мысалы қалаға баратын бүйтіп үйретемін мен. Қалаға үйдің суретін салып қоямын да, үйге, үйден деймін де, болды. Онан кейін жатақханаға дайын форманы беремін. Кейін өздері түсіне бастайды, мынаған кетеу керек екен, мына жерде. Бір жылда сөйлеп шығады. Бір жыл бірақ семестр сөйлеп шығады. Сол сөйлеп шығады. Бір семестр сөйлеп шығады, кәдімгі тіл сындырып шығады. А1 деңгейін біліп шыға ма? Иә. Бірақ қазақстандықтарға үйрете алмай қойдым. Қазақстандықтар қалай үйретсем де үйренбейді. Ниет жоқ. Оның үстіне олардың программасын енді 11 жыл оқып келген адамды жаңағы неге отырғызбаймыз ғой, кімдердің оқығанына. Не деуші еді, олар Б1, Б2 деңгейінде келу керек қой. Ниет жоқ, иә. Мысалы, ақаң түркілердің құрылтайына барғанда Шерба деген үлкен ғалымға айтқан ғой, сенің әліпбиің, олар қазақтардың әліпбиін сынаған ғой. Былай жазу керек деп ақыл үйреткен ғой. Соны шығып алып айтады, сіздің әліпбимен 9-шы сынып оқитын баламен менің әліпбиіммен 4-ші сынып оқитын баланы екеуін отырғызып диктант жаздырайық. Кімдікі көп қате жібереді екен. Өйткені сенің тілің, орыстың тілі өте тәртіпсіз, хаотичный язык деп айтады ғой. Ал енді қазақ тілі өте сұлу тіл және химиялық элемент сияқты дейді, біздің тіл дейді, химиялық элемент сияқты. Артына бір жалғау жалғасаң, мысалы бас деген голова дегенге тық деген жалғасаң, ол начальник болып кетеді деген сияқты, химиялық элемент сияқты өзгеріп басқа не пайда болады, элемент пайда болады деген сияқты айтып түсіндіреді да. Сондай тілді қазір өздері үйрене алмағаннан кейін, ниет жоқтықтан біресе әдістемеге жабады. Әдістемелер жетілмеген деп, жаңағы қоянның, аюдың суретін әкеліп шоу жасауың керек. Шоу жасау керек. Я болмаса өте тәртіпсіз тіл үйрену өте қиын дегенге келтіреді. Екеуі де бос сөз ғой. Бос сөз. Егер мынау артық әліпбидегі артық дыбыстарды алып тастасақ, мен оларды 2 айдың ішінде сөйлетер едім. Анау заңдылыққа медицина деген сөз мысалы үшін айта алмайды. Институт, мысалы шетелдік университет дегенді айта алмайды. Шетелдіктерге мен оны институт, университет десем, немесе медицина дей салсам, ол оп-оңай айтып кететін еді. Қазақ тілін дыбысталу әлде қайда оңай орыс тілінен. Сыны айта алмайды мысалы үшін шетелдіктер. Міне жалпы негізі өзі көп қиындық тудыратын жаңағы әліпби. Егер әліпбидегі 28 әріп үйрету оңай ма, 42 әріп үйрету оңай ма? 28 әріпті үйрету оңай ғой, 28 дыбыс. Ақаңның әліппесі сол 28 дыбыстан тұратын, оны Телжан Шонанов былай деген ғой.
ақыл есі орташа дамыған бала 4 аптада ақаңның әліпбиімен хат танып кететін болған. Ал қазір 42 әріпті үйретіп болғанша жаңа жыл болады. Жаңа жылда әліпбимен қоштасып жатады ғой. Соның бәрін өзгеріп, ақаңның салған арнасына, ұлттық арнасына түсуіміз керек қой. Мынау Әлімхан Жүнісбековтің «Сингармонология» или «Неизвестный сингармонизм» деген кітабы. Осы негізгі біздің қазақ тілінде теориялық негіз болу керек қой. Ал енді мынау жаңа сұхбат барысында көп айтылған Сапархан Мырзабековтің кітабы, Төлеубек екеумізге сабақ берген бұл кісі. Бұл оқулық кәдімгі фонетика курсының керемет оқулығы, қолдан тастамай, ішінде барлық нәрсе, деңгейлік грамматиканың фонетика курсының барлық нәрсесі жазылған. Осы екі кітапты оқыған адамдар, оқыған мамандар жаңағындай құлдық санадан арылады. Мен осы жерде қосымша айта кетейін, қазаққа Құдай 30 жылдары Ахмет Байтұрсынов сияқты ғалымды берді. Біздің оқыған кезде бізге Құдай осындай Сапекең сияқты ұстазды жолықтырды. Біз енді бұл бізге бұйырған бақ. Сапекеңнің арқасында біз осы фонетиканы үйреніп шықтық. Енді соны жалғастырып отырған сенің жұмысың, осы ақынның жалғасын, сол сенің жұмысында жеміс берсін деп ойлаймын. Рахмет. Алтөке, рахмет. Бұл сұхбат соңғы болмасын. Сен енді лексика жөнінде, сөздің мәдениеті жөнінде, сөздің төркіні жөнінде де радиоға көп хабарлар беріп жүрсің. Сол жағынан да келіп бір уақытың болғанда сұхбат бересің. Денің сау болсын, аман бол, тілге қызмет ете бер. Рахмет. Осы өздеріңіз бастаған жұмыс аяғына жетсін, қазақ тілі өзінің табиғи қалпына оралсын. Аман сау болыңыздар, келесі кездескенше. Академия арнасы.